Тәурат кітабы. Ұлы жаратушының пенделеріне түсірілген қасиетті кітаптарының ең алғашқысы Тәурат. Тәурат сөзі ербитше заң, шариғат, әмір, дәріс деген ұғымдарды білдіреді. Аллах тағала яһудилерге хақ жолды көрсету үшін Тәуратты түсірді. Бұл кітапты христиандар ескі өсиет деп атайды. Тәурат Хазіреті Мұса пайғамбарға түскен қасиетті кітап болғандықтан, әрбір мұсылманның оған сенуі парыз болып табылады. Аллах тағала Құранда Тәуратты түсіргендігін ашық түрде баян етеді. Күдіксіз, Тәуратты түсірдік, онда тура жол және нұр бар. Аллахқа бойұсынған пайғамбарлар яһудилерге онымен үкім етер еді. Және Аллахтың кітабын қорғауға міндеттендірілген раббанилер мен ғалымдар да оны үкім етер еді. Олар оған куәгер еді. Маида сүресі. Аллахта лайық түрде бағаламағандар сол уақытта Аллах адам баласына ешбір нәрсе түсірмеді деді. Мұсаның адам баласына бір нұр мен туралық түрінде әкелген кітабын кім түсірді? Сендер оны бөлшек қағаздар етіп, кейбірін көрсетіп, көбін жасырасыңдар. Негізінде аталарының әрі сендердің білмегендерің үйретілген болатын. Оны Аллах түсірді де. Анғам сүресі. Құран аяттарына зер салсақ, Тәурат сөзі 18 рет кездесетініне көз жеткіземіз. Алайда, бұл қасиетті кітап Хазіреті Мұса алейхиссалам дүниеден өткен соң, көп уақыт өтпестен-ақ әуелгі түпнұсқасынан ауытқи бастады. Уақыт өте келе, Израиль ұлдары көптеген қуғын-сүргінге ұшырады. Тәурат кітабы сақталған сандықтарын жоғалтады. Осы секілді жайттар Таурат мазмұнының өзгеріске ұшырауына әкеліп соқтырады. Әлемде ескі өсиет атымен танылған Тәурат кітабының бізге белгілі үш нұсқасы бар. Бірінші, яһудилер мен протестанттар сеніміндегі ирбит тіліндегі нұсқасы. Екінші, Рим және шығыс христиан шіркеулері қабыл еткен грек тіліндегі нұсқасы. Үшінші, сәмирейлердің қабыл еткен сәмирейше нұсқасы. Яһудилердің ұстанатын Тәураттың әлгі үш нұсқасын салыстырып қарастыратын болсаңыз, олардың арасында бір қатар айырмашылықтардың бар екендігін байқауға болады. Яһудилердің тарихында қырғынға ұшырау, қуғындалу, жер аударылу секілді оқиғалар жеткілікті болды. Мұның өзі Тәурат нұсқасының жоғалуына бірден бір себеп болатын. Нәтижесінде Тәураттың ілкі нұсқасының орнына дін адамдары жағынан қолмен жазылған Тәурат пайда болды. Өйткені Хазіреті Мұса алейхиссалам пайғамбар шамамен біздің эрамызға дейінгі 13 ғасырда өмір сүргені белгілі. Ал қазіргі кездегі ирбит тілінде жазылған Тәурат кітабының ең көне нұсқасы біздің эрамызға дейінгі 7 немесе 10 ғасырда жазылғандығы анықталып отыр. Демек, хронологиялық тұрғыдан қалғанда Хазіреті Мұса пайғамбар тұсындағы қасиетті Тәураттың жоқ екендігіне көз жеткіземіз. Ал мұндай жағдайдағы біздің міндетіміз Аллах тағаладан түскен Тәураттың бастапқы нұсқасына ғана иман ету. Қазіргі кездегі Тәурат кітабының қамтитын мәселелері мынадай бөлімдерден тұрады. Бірінші, беремен, жаратылыстың басталуы. Бұл бөлімде әлемнің қалай жаратылатындығы, адам атаның жаратылуы мен үрім бұтағы, Хазіреті Нұх пайғамбардың өмірі мен топан су, Хазіреті Ибрахим, Хазіреті Лут, Хазіреті Исхақ, Хазіреті Яқуб, Хазіреті Юсуф пайғамбарлардың өмір тарихы мен Мысыр еліне көшулері баян етіледі. Бұл тарихи оқиғалар жүйесі 50 тараудан тұрады. Екінші, Шемот, Мысырдан көшіп шығу. Исраил ұрпағының Мысыр еліндегі тұрмыс тіршілігі, Фирғауыннан көрген қорлықтары. Мұса алейхиссалам пайғамбардың Аллахтың елшісі екен ретінде Фирғауынмен күресі. Мысыр халқына Аллахтың жіберген апаты, 10 әмірдің берілуі, Мысыр елінен Кенан, Палестина еліне көшуі секілді жағдаяттар баян етіледі. Бұл бөлім 40 тараудан тұрады. Үшінші, Вайсра, діни үкімдер. Бұл бөлімде күнәлар, халал мен харам тағамдар, тыйым салынған некелер, діни мерекелер, тазалану жолдары секілді діни үкімдер баян етілген. Үкімдердің жалпы жиынтығы 27 тараудан құрайды. Төртінші, Бамидбар, сандар. Бұл бөлімде Исраил ұлдарының Хазіреті Мұсадан алейхиссалам кейінгі жағдайлары, Тур тауынан көшіп Кенан, Палестина өлкесіне баруы, кейбір сандар, діни үкімдер, ажал мәселесін баян етеді. Бұл бөлім 26 тараудан тұрады.
Бесінші дварим, екілік. Хазіреті Мұсаның алейхиссалям айтқан өсиеттері, қайтыс болуы, жерленуі, Хазіреті Мұса пайғамбар кезінде болмаған кейбір дәстүрлер және діни үкімдер баяндалады. Бұл бөлім 34 тараудан тұрады. Тәураттың өзге бөлімдері. Яһудилер өздерінің қасиетті кітаптарын Тора деп атайды да оны жазбаша ауызша деп екіге бөледі. Яһудилердің түсінігі бойынша жазбаша Тора Аллахтың Тури Сина тауында Хазіреті Мұсаға уахи етілген кітабы, ал ауызша Тора болса жазбаша Тораның тәпсірі іспетті болып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келетін Талмуд атты кітап болып саналады. Яһудилердің ауызша Тораны жете ұғынбай, жазбаша Тораны түсіну мүмкін емес дейді. Жазбаша Тораға Хазіреті Мұсадан алейхиссалям кейінгі пайғамбарлардың айтқан нақыл сөздері қосылып кеткен. Христиандар бұл кітапты ескі өсиет десе, яһудилер Танах дейді. Бізге ол кітап Таурат ретінде белгілі. Танахтың өзі 3 кітаптан тұрады. Тора заң, Набирим пайғамбарлар және Кетубим жазбалар. Тора 5 негізгі бөлімнен тұрады, ал Необим пайғамбарлар деген ұғымды білдіретіндіктен бұл бап пайғамбарлар жайлы оқиғаларға арналған. Кітапта пайғамбарларды алғашқы пайғамбарлар, соңғы пайғамбарлар деп екіге бөліп қарастырады. Алғашқы пайғамбарлар бөлімінде Хазіреті Мұса алейхиссалям қайтыс болғаннан кейінгі яһудилердің Құдайдың өздеріне уәде еткен мекенге, өлкеге орналасуы, патшалықтың құрылуы мен басқарылуы, яһудилердің пұтқа табынушылары мен күресі, қасиетті ғибадатхананың салынуы мен қирауы туралы баяндалады. Бұл бөлім Яшу, Хакимдер 1 және 2, Самуэль 1 және 2, патшалықтар туралы жазбалар секілді тақырыптардан тұрады. Соңғы пайғамбарлар бөлімінде кейінгі пайғамбарлардың пұтқа табынушыларымен болған күресі, жалғыз Құдай түсінігін өзгелерге жаю үшін жасаған еңбектері мен өсиеттері айтылады. Бұл бөлімде негізінен Ишая, Иеремия, Хазекиел, Хошея, Йоэл, Амос, Обадия, Жүніс, Мика, Нахум, Хабаккуч, Сефания, Хазай, Зекирия және Малаки тәрізді пайғамбарлардың жазбалары баян етіледі. Танах кітабының Кетубим атты бабы 13 бөлімнен тұрады. Олардың қысқаша мазмұны төмендегідей. Бірінші жырлар, Техилим. Яһудилердің түсінігі бойынша Танахта келтірілген жырлар тарауы Дәуіт алейхиссалям пайғамбар тарапынан жазылған. Тәуратта бұл бап Забур жырлары деп келтіріледі және ол 150 тақырыптан тұрады. Бұл 150 жырдың 73-ін дәуір пайғамбар қалғанын өзге де ұлы тұлғалар шығарған деген пікірлер бар. Жырлардың жалпы мазмұны Құдай тағаланың сүйіспеншілігі мен қамқорлығына таңырқап, шексіз ұлылығын, рақымын, жарылқауын айта келіп, ұлы жаратушыға шүкірлігі мен дәріптеуін жеткізеді. Сонымен қатар өздерінің мұқтаждықтары, қайғы-қасіреттері, жауларының зорлық-зомбылығына деген наразылықтары да сөз болады. Екінші, Сүлейменнің нақылдары. Дәуітұлы Сүлеймен пайғамбардың келер ұрпаққа арналған өмір сүру жайындағы ғибрат сөздерін келтіреді. Бөлім 31 тараудан тұрады. Үшінші, таңдаулы әндер. Сүлеймен патшаның жазған өлеңі ретінде танылады. Мұнда Аллах пен яһудилер арасындағы сүйіспеншілікті екі жастың арасындағы сүйіспеншілікпен салыстыра отырып, сүйіспеншілікті жан-жақты суреттеп дәріптейді. Бұл бөлім 8 тараудан тұрады. Төртінші, Айюб. Бұл бөлімде Хазіреті Айюб пайғамбардың өмір тарихымен қатар ғибратқа толы хикаялар мен Аллахтың әмірі мен құдіретіне мойынсынуы баян етіледі. Бұл бөлімнің құрылымы 42 тараудан тұрады. Бесінші, уағыздаушы. Бөлімі Сүлеймен патшаның негізгі ретінде қабылданады. Сүлеймен пайғамбар бұл уағыздаушы жырында өмір сүрудің терең мағынасын талқылай келсе, өмірдің өткінші әрі мәнсіз екендігін сипаттайды. Шынайы өмір дегеніміз Аллахтан қорқу және оның әмірлеріне мойынсынудан тұрады деп келтіреді. Жыр 12 тақырып төңірегінде айтылады. Алтыншы, Рут. Мұнда Дәуіт пайғамбардың дүниеге келуі. Рут есімді тегі еврей болмағанымен яһуди дінін қабылдап ақырында үйленіп отбасылы болғандығы айтылады. Бөлім бас аяғы небәрі 4 тараудан тұрады. Жетінші, Естер. Естер есімдегі тегі еврей бір әйелдің өз қандастарын, яһудилерді Иран патшасы Ахашвероштың
қырғынынан аман алып қалуы жайында сыр шертеді. Иран патшасы Ахашвероштың уәзірі Хаман еліндегі яһудилердің көзін жою үшін патшадан рұқсат алады. Бірақ патшаның ханшайымы Естер әйелге тән қасиетін қолдана отырып, яһудилерді қырғыннан амал алып қалады және Хаманды адамдарымен бірге өлтіреді. Бұл бөлім 10 тараудан тұрады. 8. Иеремия жырлары. Құдыс қаласының қирауы. Яһуди патшалығының күйреуі кезінде Иеремия пайғамбардың шеккен қайғы қасіретінен туындаған жырлар жиынтығы. Жырлардың мазмұны 5 тақырыптың төңірегінде өрбиді. 9. Даниял. Даниял пайғамбар қасиетті ғибадатхананың қирауы 70 жылдары қираған және яһудилердің Вавилонға жер аударуы кезінде өмір сүрген. Сол кездегі көрген білгендерін 12 тарау етіп бұл бөлімге жинақтаған. Бұл бөлім шамамен біздің эрамызға дейінгі 164 жылы жазылған. Бөлімнің мазмұны негізінен яһудилердің қандай да бір қиыншылыққа ұшырамастан өз діндерінен, сенімдерінен айнымауы керектігі тілге тиек етіледі. Сонымен қатар өлімнен кейінгі өмірмен есеп беру сәті де сөз болады. 11 тарау Узайр, Езра және Нехемия. Яһудилердің Вавилондағы құлдық дәуір, құлдықтан азат етілуі мен Құддысқа қайта оралуы, қасиетті ғибадатхананың жөнделуі жөнінде айтылады. Узайр бөлімі 10 тараудан, Нехемия бөлімі 13 тараудан тұрады. 12-13. Бірінші және екінші шежірелер туралы жазбалар. Шежірелер туралы бірінші жазба адам атадан басталатын адамзаттың ата тегінің шежіресін қамтиды. Яғни бұл бөлім Нух, Ибрахим, Исхақ, Яқуб, Дәуіт пайғамбарлар мен олардың үрім бұтақтары туралы баяндалатын 29 тараудан тұрады. Шежірелер туралы екінші жазбада киелі үйдің құрылысы жайында баяндалады. Сүлеймен салғызған киелі үйдегі шымылдық және соған қолданған түрлі түсті жіптер туралы айтылады. Бұл бөлім 36 тарауды құрайды. Құрандағы Тауратқа қатысты мағлұматтар. Құран кәрімдегі өзіне дейінгі кітаптар жайындағы мағлұматтардың дені ол кітаптардың мазмұндық сипатына қатысты. Құранда Таурат жайында да мол мәлімет берілген. Мәселенің басын ашып алу үшін Құранның Таураттың сипатына қатысты тұстарды атап етелік. Таурат яһуди қауымына халал мен харамды бекітіп, нені жеуге болады, неге жеуге болмайтындығын үйреткен. Әли Имран сүресі. Таурат Аллах жолында өлгендердің жәннатқа баратындығы мен ғибадатына адал ықыласты құлдарының жүзінде сәжденің ізі болатындығын білдіреді. Тәубе, Фатх сүрелерінде. Таурат Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам пайғамбардың келетіндігін және хақ жолға шақыратындығын, оған ергендердің азаптан құтылатындығын яһудилерге ескерткен. Ағраф сүресі. Құранда Тәурат үкімдері мен әмірлеріне сенген, бірақ оларды орындамаған яһудилерді кітап арқалаған есекке теңейді. Жұма сүресі. Аллах тағала Тәуратты адамдарға хақ жол көрсетуші ретінде түсірген. Әли Имран, Майда сүрелері. Тәурат қолбасшы әрі игілік түрінде Мұсаға түскен және жақсылық істегенге Аллахтың оған нығметті толтыратындығын, әр нәрсені ажырататын, тұрақтылықты нұсқайтын мархамет үшін түскен кітап. Әнғам, Ахқаф сүрелері. Израил ұрпақтары Тәуратқа мұрагер етілген. Хафр сүресі. Тәурат кітабының бұзылғандығының айғағы. Жоғарыда айтып өткенімізде Тәурат кітабының түпкі нұсқасы жоқ және қолдағы Тәураттың өзінде көптеген илахи кітаптың мазмұнына қайшы келетін сөздер бар. Сөзіміз дәлелді болуы үшін осындай дәлелдердің бірнешеуін атап көрсетелік. Қазіргі кезде әлемдегі яһудилердің арасында танымал болған 3 Тәурат кітап бар. Ибритше, грекше және семирейше. Ақылға салып қарайықшы, Хазіреті Мұсаға түскен Тәурат біреу емес пе еді? 3 Тәураттың қайсысы дұрыс екендігін қалай білуге болады? Бұл аздай үшеуін салыстырғанда бір-біріне қайшы жерлері бар. Оны қалай түсінеміз? Тәурат бабын түсіндіргенде Тәураттың 5 бөлімнен тұратындығын айттық. Сол 5 бөлімнен 4 мен 5-ші бөлімі Хазіреті Мұсаның өлімі және одан кейінгі яһудилердің тарихы туралы жазылады. Хазіреті Мұса өзінің қалай өлетіндігін, қалай жерленетіндігін және өзінен кейінгі не болатындығын көзі тірісінде Тәуратқа жазуы сенімсіздікті және күдіктілікті тудырады. Бұл дегеніміз Хазіреті Мұса қайтыс болғаннан кейін біреулер тарапынан кітапқа енгізілетіндігінің айғағы. Тәуратта пайғамбарларға мүлдем жараспайтын жала жабылған. Аллахтың ешбір елшісі сорақы іске бармайды және Аллах ондай іске жол бермейді де. Мысалы, Нух алейхиссалам жайында былай дейді:
Нух жер өңдеп, жер бетінде бірінші жүзім екті. Бірде ол шарап ішіп, мас болып, шатырдың ішінде жалаңаш жатты. Хазіреті Лот жайында былай дейді. Лот Сиғорға қоныстанудан қорқып, екі қызымен одан көшіп кетіп, тауды паналайды. Сонда бір үңгірде екі қызымен тұрып жатты. Бір күні үлкен қысы кішісіне біздің әкеміз кәрі, ал бұл маңайда бүкіл әлемдегі әдет бойынша бізбен жақындасатын еркек жоқ. Жүр әкемізге шарап ішкізіп ұрпағын жалғастыру үшін онымен бірге жатып шығайық деді. Сөйтіп Лоттың екі қызы да әкесінен жүкті болды. Пайғамбар бұлай тұрсын, жай әкенің өзі де мұндай соғырғалыққа баруы мүмкін емес. Хазіреті Яқұб пайғамбар мұнда өтірікші етіп көрсетілген, яғни әкесі Исхақты алдап батасын алғандығы айтылады. Ал Харунды алейхиссалям алтын бұзау жасап, соған табынатындығын және солай табынуды қауымына да бұйырғандығын айтады. Аллах сақтасын, пайғамбарлардың пұтқа табынуын қалай түсінуге болады? Тәуратта Аллахты адам секілді баяндайды, яғни шаршады, көктер мен жерден түсті, жәннатқа қыдырып жүр деген секілді Аллахтың болмысына қайшы әңгімелер жазылған. Аллах Құранда айтқандай, еш нәрсе ол сияқты емес, оған ұқсамайды. Шура сүресі. Осы айтылған сөздерді келтірейік. Құдай жарату жұмысын 7-ші күні аяқтап, сол күні жұмыс жасамай демалды. 7-ші күні оң батасын беріп, олны қасиетті деп белгіледі. Себебі ол бұл күні өзінің жарату жұмысының бәрін бітірген соң танықты. Күн батып, жел соққан кезде олар Құдай иенің бақ ішінде жүрген дыбысын естіді. Сонда оған бір кісі жолығып онымен таң атқанша күресті. Ол Жақыпты жеңе алмайтынына көз жеткенде оны жамбасымен ұрып, жамба сүйегі шығып кетті. Әлгі кісі: "Мені қоя бер, таң атып қалды", деді. Ал Жақып: "Маған батаңды бермейінше сені жібермеймін", деп жауап берді. Сонда ана кісі Жақыптан: "Есімің кім?" деп сұрады. Ол: "Жақып", деді. Әлгі: "Енді сен Жақып емес, Исраил деп аталатын боласың. Себебі Құдаймен күресіп келдің, енді адамдарға үстем боласың", деді. Тәураттан келтірілген бұл үзінділер Хазіреті Мұсаға түскен Тәурат сөзі болуы әсте мүмкін емес. Аллах Тауратта өз пайғамбарлары жайлы бұлай айту деу Аллахқа қарсы жала жабу деген сөз. Аллахтың сүйікті елшілерінің бірі Мұса алейхиссалямның да Тауратқа мұндай сөзді қосуы ақылға сыймайтын жайт. Олай болса, мұндай деректердің Тәуратта болуы оның кейіннен жазылатындығын айғақтайды.